Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Зекет қоры, Астана қаласының өкілдігі ұсынады. Дініміздің әмірі бойынша байлықта, кедейлікте Алла тағаланың жазуымен болатын нәрсе. Алла біреуге бір нәрсе бермеймін дейтін болса, нәсіп етпейтін болса, адам қанша талпынғанмен оның басына бақ қона қоймайды. Өйткені бұл дүниедегі әрбір істің нәтижесі Алла тағаланың қалауымен болады. Адам талаптанып еңбек еткен уақытында сол еңбегіне қарай Алла тағала береді. Өйткені Құран Кәрімде Алла тағала кеңшілік иесі, немесе хайыр, жақсылықтың бәрі Алланың қолында, қалағанына береді, қалағанына аз қылып береді деп айтады, есеппен береді дейді. Демек не екен, Алла тағала еңбегіне қарай біреудің еңбегін жандырып соған береді, қалағанына бермей сол арқылы сынайды адамды. Бір өмір бақи ризық нәсібесінің соңында, нәфақаның соңында өткен қаншама адамдар бар. Алла тағала сол арқылы сынайды. Бірақ білуіміз керек, қай жолда байлықты берген жол болса да, немесе таршылық жолын көріп жүрген болса да, адам екі жолда да шектен шықпауы әмір етілген. Сол арқылы оның өмірсін алатындығы. Алайда қате түсінік болмау керек. Енді Алла тағала бермейтін болса, оны мен істегенмен болмайды, ол бәрібір деп үйінде жатқан дұрыс емес. Алла тағала еңбек етіңдер деді. Істеңдер, нәтиже Алла тағаладан. Мінекей, егер адам Алла тағаланың дұғасын жасап, бар еңбегін, қолынан келген еңбегін істейтін болса, Алла тағала оның еңбек ақысын жеп қоймай береді, өзінің еңбегіне қарай. Енді осы жерден көреміз, кейде адамдар айтып жатады, бұл менің өзім маңдай теріммен тапқан еңбегім деп. Рас, еңбегі етті, ол еңбек етпеді емес. Бірақ нәтиже әрбір жақсылықты біз Алладан деп білуіміз керек. Алланың кеңшілігімен болды, міне Құдайға шүкір деп. Әрдайым шүкір еткен адамды Алла тағала бағалайды және оның мал дүниесін үнемі арттырады. Ал Аллаға шүкір етпей қайта барының өзіне қанағаттанбай ашкөзденіп, барын бағаламастан немесе бір арам жолға жұмсап жатқан адам болатын болса, Алла тағала оны соңында алады, барша дүниесінің барлығын. Кейде көріп жатамыз, әке әбден сол дүние мүлікті бала шағама жетсін деп қандай бар жанын тәнімен еңбек етіп табады, бала шаға сол дүние мүліктің ішіне байлықта өмірге келгеннен кейін оның қадірін білмейді. Әкенің көзі кеткеннен кейін мал дүниені шашып бітіреді. Өйткені соның қадірін білмей жатқанын көресіз. Бұл қадірін білу үшін де расында адамның еңбек етуі өте маңызды ғой. Сол нәрсені жалғастырып ұстап отыруы. Соның үшін Алла тағала әрбір адамға ынсапты болуын және сол жасап жатқан ісі берекелі болып жатса Алладан деп білуін әмір еткен. Құран Кәрімде де аят бар: "Вама асабака мин хасанатин фаминаллах, вама асабака мин сайyiатин фамин нафсик." Саған бір жақсылық келген болса, ол Алла тағаладан, ал бір жамандық келген болса, өзіңнен деп айтқан. Өйткені адамның басына бір қиыншылықтың келуі Алланың ісіне сай істемеген бір іс болатын болса, соң нәтиже адамға жамандығын береді. Соның үшін адам өзінен деп, қателікті, күнәлі істі өзінен деп бағалап адам дұрыстауға тырысу керек. Әрбір келген жақсылықты, басына қонған бақты Алла тағаладан деп бағалау керек. Сонысы дұрыс болады. Нәтиже Алла тағаладан деп бағалауы бұл мұсылманның ісі.